Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен осындай ақуыздан жасалатын рулеттің рецептімен бөлісемін. Бұл рулетімізге жай ұн қосылмайды, бұған біз пісте ұнтағын қосатын боламыз. Және ауызға салғанда тез еритін нәзік рулеттердің бірі болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен біз тестамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бар жоғы осы 3 ингредиент қажет. Жұмыртқамызды ақуызын сарысынан ажыратып аламыз. Ақуыздарымызды ыдысымызға салып, шекерімізбен миксерлейтін боламыз. Шекерді осылай 3 бөлікке бөліп салып отырып араластырамыз миксермен. Біздің жұмыртқамыз осылай көпіршіп көбейе бастайды. Қалған шекерінің барлығын салып, тағы да миксерлеймін. Міне ақуызымыз 2-3 есеге көбейді және қоюланды кішкене. Жақсылап көпіршіту маңызды. Мен шамамен 7-8 минут миксерледім. Үстіне пісте ұнтағымызды салып, қасықпен жаймен араластыратын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей астынан үстіне қарай араластырып алыңыздар. Бірден араластырып жіберуге болмайды. Біздің жұмыртқамыз түсіп кетуі мүмкін. Сол себептен осылай жаймен бисквиттің қамырын дайындағандай осылай араластырамыз. Міне араластырып болдық. Пергамент төселген табамызға осылай жаймен барлығын жайып шығамыз. Бір тегіс етіп жайып алыңыздар. Сонда рулетіміз тегіс болып шығады. Алдын ала қыздырылған духовкада 160 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Оған дейін арасына салатын кремімізді дайындаймыз. Менде сливки. Міне сливкемізді 250 грамм аламыз. Сливкеміздің үстіне сахарный пудрамызды себеміз. 50-100 грамм сепсеңіздер жеткілікті. Оның үстіне творожный сырымызды салып, миксермен араластыратын боламыз. Біздің креміміз қою массаға енгенше осылай миксермен араластырамыз. Менде шамамен 4-5 минут қана кетеді. Міне креміміз қоюлана бастады. Креміміз дайын болды. Осындай қою масса болып шығады. Міне піскен қамырымызды бірден төңкеріп аламыз. Осылай асты жағындағы пергамент қағазын алып, үстіне кремдерімізді жағып, бір тегіс етіп жағып шығамыз кремдерімізді. Суығанда ғана жағыңыздар кремді, ыстықтай жағуға болмайды. Астындағы пергамент қағазын пайдаланып, осылай орап шығамыз. Бұл рулетіміздің сырты сондай үгітіліп тұратын болады, сол себептен міндетті түрде қағазымен ораңыздар. Ал үстіне келетін болсақ, кез келген өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдеуге болады. Рулет сондай әп-әдемі болып шықты. Иісінің өзі керемет болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлзира.